Баршаңызға ассалаумағалейкум. Төзімділікті арттыратын 6 тағам. Бізге шамамен күніне 15-40 мг кварцетин тұтыну қажет. Кварцетин дегеніміз жемістер мен көкөністерде болатын ағзаға өнімді әрі өте сіңімді зат. Бұл пи тобындағы дәрумендер қатарына жатады. Пияз. 100 грамм пиязда 20 мг кварцетин болады. Пияз құрамындағы кварцетин бойынша алдыңғы қатарда. Егер пияздың иісі тітіркендіріп, кері әсерін тигізбесе, опыра жеудің пайдасы көп, өйткені ол респираторлық аурулардың алдын алады. Көк шай. 100 грамм көк шайда 1,69 мг кварцетин болады. Көк шайда негізінен кварцетин ғана емес, метаболизмді жақсартатын кахетин де бар. Алма. 100 граммында 10 мг кварцетин болады. Алма негізінен төзімділікті арттыратын көмірсулардың қайнар көзі болып келеді. Ол ұзақ тоқ жүруге көмектеседі. Аш қарынға алма жеу түскі астан кейін біршама уақытқа дейін қарныңызды аштырмайды. Қызанақ. 100 граммында 0,58 мг кварцетин болады. Қызанақтарда тек кварцетин ғана емес, сонымен қатар жүрек рак ауруын сақтайтын ликопин де бар. Қызанақта В6 және де темір өте көп. Деніңіз сау болсын.